Шамамен осыдан 2 ай бұрын дәл осы жерге арнайы келіп, Қарасай ауданының орталығындағы мына бір сіздер көріп тұрған Қаскелең өзенінің бойында жаңғырту жұмыстары жүргізілетінін айтқан едік. Жалпы жұртқа жария еткен саябақтың қазіргі жағдайы қаскелеңдіктер үшін қызық шығар деген ойдамыз. Осы мақсатта өзен жағалауына бүгін тағы да келіп, қала көркіне айналатын саябақтың қазіргі жұмыс барысына көз жеткізіп көрдік. Рустам Әмірғалиұлы, енді мына Қаскелең өзенінің бойындағы саябақтың қазіргі құрылыс қарқыны қалай? Егер біз көктемде құрылыс жұмыстары басталмай тұрып, кездесіп, сол кезде жарияладық қой, міне бастаймыз деп. Бүгінгі таңда жаяу жүргіншілердің жолақтары салынып жатыр. Мынау белсенді аймақ, біз қазір тұрған жерде. Осы жердің жұмыстарын айтатын болсақ, судың арнасы біріншіден тазаланды, арнасы түзелді. Түнгі жарықтандырудың сымдары өткізіліп қойды, дайын. Ертең тек қана жарықтандыру бағаналарын қою ғана қалды. Нысанның басында бүгін 30 адам бар. Көгалдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар саябақтың сыртында жаяу жүргіншілердің жолағы и мына жағында үлкен автотұрақ болады, соның құрылысы жүріп жатыр бүгінгі таңда. Енді көпшілікті қызықтыратын бір ғана сұрақ, бұл саябақты қолданысқа берілу қай уақытқа жоспарлануда сіздерде? Басында енді техникалық жағдайлар болып қалды. Бұл жерде біз маусым айы деп ойладық, бірақ шілде айының аяғына қолданысқа беру жоспарланып отыр.